Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге изомальтадан леденцы дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ас үй тарасы арқылы 100 грамм изомальтаны өлшеп аламыз. Және алдын ала шпажкілеріңізді дайындап қойғандарыңызда дұрыс болады. Осындай түбі қалың ыдыс алып дайындасаңыздар жақсы, өйткені изомальтамыз күйіп кетуі мүмкін. Изомальтамызды орташа отқа қоямыз және түбін ақырындап араластырып тұрамыз. Изомальтамыз ери бастайды. Изомальтамен жұмыс жасаған кезде абай болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Егер бірінші рет жұмыс жасап жатқан болсаңыз, онда міндетті түрде қолғап киіп алуға кеңес етемін. Көріп отырсаңыздар, изомальтамыз ақырындап ери бастады. Изомальтамыз толық ерігеннен кейін өзіңізге қандай қажетті түс керек, соған боясаңыз болады. Мен жасыл түсті пайдаландым. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бояуымыз изомальтада толық араласып еруі қажет. Осындай арнайы ковриктерді пайдаланыңыз. Изомальтаны оттан алғаннан кейін бірден құюға болмайды. Сәл күтеміз, өйткені изомальта сәл қоюлану қажет. Сол кезде біздің леденциларымыз дөп-дөңгелек болып шығады. Қасықтың көмегімен изомальтамызды бір нүктеге осылайынан құйып шығамыз және осы сәтте шпажкамызды қыстырамыз. Леденциларымыз дайын болғаннан кейін міндетті түрде суытамыз. Осындай леденцилар арқылы кез келген тематикадағы торттарды безендірсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.